Менің артымда тұрған бұл Будва қаласының және де жалпы Черногорияның бір символы іспеттес мүсін болып табылады. Бұл мүсін балерина қыз деп аталады, яғни бұл кейбір аңыздарға сәйкес осы Будва қаласында бір қыз өмір сүреді, яғни ол өзінің сүйіктісін теңізге кеткенін, яғни күтеді, жұмысқа кеткенін, ол оралмайды. Бұл қыз қанша күн, айлар күтеді, яғни күнде келіп осы теңіздің жағасына келіп би билеп күтеді екен сүйіктісін. Сүйіктісі қайтып оралмағаннан кейін бұл қыз тасқа айналған деседі. Бұл әрине аңыз, достар. Енді сонда да бірақ осы аңыздың өзі, яғни осыншама елге жалпы осындай бір символ сыйлаған екен. Жалпы бұл жерге туристер кешке келіп күннің батуы кезінде суретке түсуді, яғни өздері сәнге айналдырған. Біз де бұл жерден суретіміз жариялайтын боламыз. Жалпы осы мүсін туралы осындай қысқаша ақпарат.